Сәлеметсіздер ме? Шетелдегі қазақтар каналымызға қош келдіңіз. Менің атым Анара Нұрахан қызы. Қалайдан өз мемлекетіңізде тұрып, Канаданың қызмет визасын алуыңызға болады. Біз өткенде бір видеода айтып өттік, Канаданың қызмет визасын алу үшін сіз міндетті түрде Канаданың қызмет орнынан бір шақырту алуыңыз керек деп айтып өттік. Сіз бұл видеоны әлі көрмеген болатын болсаңыз, бұл жерді басып тексеріп көрсеңіз болады. Шақырту келмеген жағдайда қызмет визаға тапсыруға болады. Әсіресе әзіргі пандемия жағдайда сіз сыртта тұрып қызмет визаға алудың бір мүмкіншілігі, сіз сыртта тұрып Канаданың мектебін бітіруіңіз керек. Көп жағдайда сіз Канадаға келіп мектеп бітіру үшін, колледж болмаса университет бітіру үшін 2 жылда 4 жылдық үйрену оқуымыз керек. Оқу біткен соң ары қарай қызмет визаға тапсырады. Қызмет істеп 1 жыл, 2 жыл істеген соң ары қарай Канаданың ұзақты тұрғынына документтер тапсырып ұзақты тұрғын болуына болады. Ал бұл оқуды міндетті түрде Канаданың ішіне келіп үйренуінің қажеті жоқ. Әсіресе және айтып өткендей, әзіргі пандемия жағдайда сіз өз мемлекетіңізде тұрып, Канаданың колледж болмаса университет бітіруіңізге болады. Тағы бір жақсы жағдай, сіз міндетті түрде 2 жылда 4 жылға шейінгі оқу бітіріп, одан соң қызмет виза алуыңыздың қажеті жоқ. Онлайн арқылы тапсыратын болсаңыз, кем дегенде 8 айдық програмға тапсыруыңызға болады. Бұл айтқанда, сіз өз мемлекетіңізде тұрып, Канаданың колледж, университеттерден 8 айдық програмды талдап, сол 8 айдық програмды бітірсеңіз, бітіріп бола сала, сіз қызмет визаға тапсыруыңызға болады. Әрине бірнеше шарттары бар. Біріншіден, сіз әрқандай колледж, әрқандай университет талдауыңызға болмайды. Federal government-тің берген бір мектептері бар. Осы мектептердің ішінен бірнеше емес, әрине өте көп мектептері бар, програмдары бар. Сіз осыларды талдауыңыз керек, ол мектепте оқуыңыз керек, full time оқу болу керек. Бұл айтқанда сіз 8 сағаттық үйрену болу керек. Ол жарты күндік үйрену емес. Одан сырт сіз бұл мектебіңізді бітіріп, 8 айдық программыңызды бітіріп, қолыңызға сертификат, қолыңызға дипломыңызды алуыңыз керек. Диплом алып болған соң 6 айдың ішінде торап арқылы және қызмет визаға тапсыруыңызға болады. Бұл жағдайда сізге шақырту керек жоқ. Сонда сіз торап арқылы тапсырған кезде, мен Канаданың мектебін бітірдім. Мектеп бітіргеніме 6 ай уақыт болды. Болмаса бітіргеніме жаңа ғана бітіріп болдым. 6 айдың ішінде міндетті түрде тапсыруыңыз керек. Одан асып кетсе болмайды. Шартының бірі осы. 6 айдың ішінде торап арқылы қызмет визаны тапсырасыз. Қандай виза түрі? Бұл жердегі виза түрі open work permit. Бұл айтқан сіз әрқандай өлкесіне келуіңізге болады. Әрқандай адамға қызмет орнын істесеңіз болады. Заңсыз болмаса болды әрине. Одан сырт сіз өзіңіздің жолдасыңыз бар болатын болса, ол бірге келуіне болады. Жолдасыңызға да open work permit алуыңызға болады. Балашаға бар болатын болса, балаларға да визаны алуыңызға болады. Ол бір өте special кейс, өте ерекше жағдай. Бұл қызмет визаны өз мемлекетіңізде тұрып қызмет визаға тапсыруға болатын дейтін программенен Канаданың ішіндегі оқу бітіру керек, бітіріп болып қызмет виза алу керек дейтін 2 програмды бір қосып шығарған бір жаңа програм. Сондықтан ол өте ерекше, одан көп кейбір адамдарға бір мүмкіншілік ашады. Әрине бұл әрқандай адамдарға лайық емес. Сіз өзіңіздің жағдайыңызға қарайсыз. Мектеп талдауыңыз болу керек, мектебін уақытында бітіруіңіз керек. Әрине бұл мектеп пұл ақшадарын бәріңіз беруіңіз керек. Бір жақсы жағдай, сіз өз мемлекетіңізде тұрып үйренген соң, әрине сіз Канадаға келіп оқып үйренуден қарағанда экономика жағдайдан әлдеқашан көп үнемдеуіңізге болады әрине. Өйткені сіз өз үйіңізде отырып, жатақхана майлауыңыздың қажеті жоқ. Бәрін жағдайдан сіз өзіңізді былай экономика жақтан үнемді түрдегі бір қызмет визаны алуыңызға болады. Ал торап арқылы тапсырған кезде 255 open work permitsқа тапсыратын, одан сырт барлық ақшасын қосқан кезде $500–600 ақшасы деп жазған. Әрине бұл ақшалардың бәрін мемлекеттің белгілемесі түрде айтып отырмын. Мен бұлдарды өзім сізге бір программ ашып айтып отырған ақшасы емес. Мемлекеттің программдардың астына жазғанда, сіз документтеріңізді тапсырған кезде $600 керек деп жазылған. Ал
торап арқылы тапсыратын болсаңыз 40 күннің ішінде визаңызды қолыңызға тигізіп алуыңызға болады. Сонымен бұл бір өте жақсы программ. Өзіңіздің шарт жағдайыңызға келетін болса, міндетті түрде осыны өзіңіз пайдалануыңыз керек. Өйткені өте оңай. 8 айлық оқу бітіруіңіз керек. Бітіріп бола сала қызмет визаны алуыңызға болады. Әрине көп адамдар ойлайды, мен не үшін Канадаға баруым керек, не үшін ол жаққа қызмет істеуім керек. Өте көп әрқандай адамның өзінің жеке жағдайына байланысты деп ойлаймын. Кейбір сіз бір оқушы болатын болса, мүмкін сіз Канадаға барып, шетелге барып, тұрмысын көргіңіз келеді, болмаса сіз ол жақтан барып ақша тапқыңыз келеді, болмаса көз аяғыңызды ашқыңыз келеді, болмаса сол жаққа тұрып, кейін мүмкіншілік болатын болса, ұзақты тұрғыны болып, сол жақта біраз уақыт тұрғыңыз келеді. Ол міндетті түрде сол мемлекеттің адамы болып кетті, мемлекеттің тастап кетті дейтін нәрсе емес. Сіз өз мемлекетіңізге қайтуыңызға болады. Ұзақты тұрғын деген сөз, сіз бұл мемлекетке келіп шығып кіруіңізге болады. Әрине өз мемлекетіңізге де қайтуыңызға болады. Бүгінгі видеомыз осы жерге шейін. Әрине мен ішкерлік қалайдан талдау керек мектептерді, болмаса ішкерлік қалайдан бұл work permit-қа қандай документтер керек дейтін нәрселерді көп ішкерлік айтып кетпедім. Өйткені сіздерге керек болатын болса, біздің видеоның астына сұрақтарыңызды жазыңыз. Сол сұрақтарыңызға қарай отырып, тағы да жаңа видеолар шығаратын боламыз. Тағы да бір айта кетер, бұл видеолар сізге жағатын болса, лайк басыңыз, елдерге тарқата жүріңіз, өзіңіздің көз қарастарыңызды астыға жазыңыз, сұрақтарыңыз бар болатын болса, астыға жаза отырыңыз. Сонымен сізбен бірге болған Анара Нұрахан қыз. Келесі кездескенше сау саламат болыңыз. Рахмет.